Ғалам біз айтқанның бәрін естиді. Олар не қалайды екен деп қабылдайды. Бірақ көбінесе біз өзіміз туралы теріс сөйлейміз. Мен жаманмын. Мен бұған лайық емеспін. Мен мынаған жете алмаймын. Мынаны істей алмаймын деп жатамыз. Онда ғалам сізге жақсылықты қалай бере алады? Егер сіз өзіңіз туралы тек жаман нәрселер айтсаңыз. Бүгін сіз шектеулерден арылуды бастайтын жаңа күн. Сіз өз өміріңізді жақсы жаққа өзгерте аласыз. Бұл өзгерісті жасау үшін сіздің ішкі жан дүниеңізде бәрі бар. Бұл сіздің сеніміңіз бен ойларыңыз. Мен сіздерге сол сенім мен ойды қалай пайдаланып, өмір сапасын жақсартуға болатынын үйретемін. Позитивті аффирмациялардың өмірге әсері туралы әлі білмейтіндер үшін мен аздап айтып өткім келеді. Бүгін сіз өміріңіздің басты құпиясын білесіз. Аффирмациялар бұл сіз айтып жүрген және ойлап жүрген нәрселер. Көп жағдайда біздің ойымыз бен сөзіміз жағымсыз сипатқа ие болады. Ал мұндай ойлар бізге еш пайда келмейді. Егер біз өмірімізді өзгерткіміз келсе, ойлау жүйемізді позитивті бағытқа бұруымыз қажет. Аффирмациялар бізге жол ашатын күш. Өзгеріс дәл осы сәттен басталады. Мен өзімді өзгерту үшін бірдеңе істей алатынымды түсінемін. Аффирмация туралы айтқанда, мен сіздің сөз таңдауыңызды саналы түрде басқаруыңызды айтып отырмын. Яғни, өміріңізден бір нәрсені алып тастауға, немесе жаңасын құруға болады. Әрбір ойыңыз бен айтқан сөзіңіз аффирмация. Біздің сөйлеуіміз аффирмациялар ағыны. Сіз аффирмацияларды үнемі айтып жүрсіз. Мұны сезінсеңіз де, сезінбесеңіз де. Сіз әрбір ойыңызбен, әрбір сөзіңізбен өз өмір тәжірибеңізді жасап жатырсыз. Сіздің неге сенетініңіз және өзіңізді неге лайық деп есептейтініңіз, бұлардың бәрі маңызды. Ойыңызды бақылап үйреніңіз. Өміріңізге қажетсіз тәжірибе әкелетін ойларды дер кезінде тоқтатыңыз. Есіңізде болсын, әрбір шағым өміріңізде көргіңіз келмейтін нәрсенің аффирмациясы. Әр жолы сіз ашуланғанда, өміріңізде тағы да ашу ыза тартасыз. Әр жолы өзіңізді құрбан сезінгенде, сіз өзіңізді әрі қарайда құрбан болуға итермелейтін аффирмация жасайсыз. Егер сіз өміріңізде ешқандай жақсы нәрсе болмай жатыр деп үнемі ойласаңыз, басқалар алатын жақсылықтарды шын мәнінде өзіңіз алмайсыз. Біз ойлап, сөйлемегенше ештеңе өзгермейді. Сіздің дүниетанымыңыз бұл сіз бала кезден үйренген ойлау үлгісі. Оның көбісі сізге жақсы көмектеседі, бірақ кейбірі сізге қалаған өміріңізді жасауға кедергі келтіреді. Сіздің ойыңыз сізді жаман адам етпейді. Сізге тек қалай дұрыс ойлап сөйлесу керектігін ешкім үйретпеген. Тек қазір ғана біз ойларымыз өмірімізді құрайтынын түсіне бастадық. Мүмкін сіздің ата-анаңыз бұл туралы білмеген шығар. Сондықтан да олар сізге үйрете алмаған. Олар өз кезегінде ата-аналарынан үйренгенін сізге берген. Бұл үшін оларды кінәлаудың қажеті жоқ. Бірақ қазір оянатын және өзімізге лайықты өмірді саналы түрде қалыптастыратын кез келді. Сіз мұны істей аласыз. Бірақ аффирмациялар бұл тек процестің бір бөлігі ғана. Біз күндіз түні не істейміз, бұл да өте маңызды. Аффирмациялар топыраққа себілген тұқымдар секілді. Егер топырақ құнарсыз болса, олар өсіп шықпайды. Ал топырақ құнарлы болса, олар жайқалып өседі. Сіз өзіңізді жақсы сезінуге көмектесетін ойларды жиірек таңдайтын болсаңыз, аффирмациялар тезірек
әсер етеді. Аффирмациялар сәтті жұмыс істеу үшін оларға қолайлы орта құру керек. Жақсы нәрселер туралы ойланыңыз. Бұл соншалықты қарапайым. Бұл сіздің таңдауыңыз. Сіз бұған дейін басқаша өмір сүріп келген болсаңыз да, дәл қазір сіз ой бағытын өзгерте аласыз. Барлығы бірден өзгермейді. Бірақ егер сіз күн сайын қайталанып тұратын жағымды ойларды таңдасаңыз, онда сіз өміріңіздің барлық саласында нақты оң өзгерістерді байқайсыз. Сіз өмір сүріп жатқан жалғыз сәт бұл қазіргі сәт. Дәл қазір сіздің өміріңізге бақылау жасауға мүмкіндігіңіз бар. Егер сіз дәл осы сәтте өзіңізді жақсы сезінуді таңдасаңыз, болашақта қуанышты, толыққанды өмір жасай аласыз. Қазір өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Жақсы ма, жаман ба? Эмоцияларыңыз қандай? Ішіңізде не болып жатыр? Сіз өзіңізді жақсы сезінгіңіз келе ме? Онда сол үшін пайдалы ой табыңыз. Егер сіз ренжулі, мұңды, ашулы, қорқынышта, кінәлі, қызғанышта немесе депрессияда болсаңыз, бұл сіздің өзіңіздің ғаламды сізге дайындаған барлық жақсы нәрселерін ажыратып тұрғанын білдіреді. Кінәлауға күш жұмсамаңыз. Ешбір адам, ешбір орын, ешбір уақыт сіздің сезімдеріңізге билік ете алмайды. Олар сіздің санаңызды басқара алмайды. Сол сияқты сіз де ешкімнің санасын басқара алмайсыз. Сіз өз ойыңызды бақылауға алуға қабілеттісіз. Бұл сіздің қолыңыздағы жалғыз күш. Сіз өміріңізде не алғыңыз келетінін өз ойыңызбен таңдайсыз. Мен қуаныш пен ризашылық тудыратын ойларды таңдауға шешім қабылдадым. Ал сізге қандай ойлар жақсы сезім сыйлайды? Махаббат, қабылдау, ризашылық, бақытты сәттерді еске алу, алда болар жақсылықтарға сену, өмірде бар екеніңізді сезіну. Сіз өз денеңізді махаббатпен жарылқай аласыз. Осы сәттен ләззат алып, ертеңді асыға күте аласыз. Осы ойлар өзіңізге деген сүйіспеншіліктің белгісі. Ал дәл осы өзіңе деген сүйіспеншілік өмірде керемет өзгерістер жасайтын күш. Міне, ойлауды өзгерту дәл осы жерден басталады. Сіз мен гүлденемін деп айтуды шештіңіз делік. Бірақ банк шотыңызда қомақты ақша жоқ. Бұл жағдайда сіз болашақ байлығыңыз үшін тұқым отырғызасыз. Әр рет бұл сөзді қайталағанда, сіз санаңызда бұл тұқымды құнарлы топыраққа отырғызып, оны нәрлендіріп жатырсыз. Сол себепті біз бұл атмосфераның қуанышқа толы болғанын қалаймыз. Өсімдіктер құнарлы топырақта тез өседі. Сіздің аффирмацияларыңыз тек осы сәтке ғана емес, болашақты құрайтын ойлар кеңістігіне бағытталады. Аффирмацияларыңызды осы шақта айту өте маңызды. Менде бар деп айтыңыз. Егер сіз мен боламын немесе мен жетемін десеңіз, онда аффирмация болашақта белгісіз бір уақытта қалып қояды. Ғалам сіздің сөздеріңізді тура мағынасында қабылдайды, және сіз не сұрасаңыз, соны береді. Әрқашан. Сондықтан қуаныш атмосферасын сақтау маңызды. Өзіңізді жақсы сезінгенде позитивті аффирмацияларды құрастыру әлде қайда оңай. Осы туралы ойланып көріңіз. Әрбір ойыңыз маңызды. Сондықтан оларды босқа жұмсамаңыз. Әрбір жағымды ой өміріңізге жақсылық тартады. Ал әрбір жағымсыз ой жақсылықты қуып жібереді. Сіз оған да жете алмайсыз. Көп жағдайда өміріңізде бір жақсылық болайын деп тұрған сияқты сезінесіз, бірақ ол соңғы сәтте қолыңыздан тайып кетеді. Егер сол кезде көңіл күйіңізді еске түсірсеңіз, неліктен солай болғанын түсінесіз. Көптеген негативті ойлар позитивті аффирмациялардың өтуіне кедергі жасайтын қабырға іспеттес. Көп адамдар өмір қорқынышты дейді, бірақ бұл да аффирмация, және бұл өте зиянды аффирмация.
Осы сөздер сізге қандай тәжірибе әкелетінін елестетіп көріңіз. Бірақ шын мәнінде бұл өмірдің қорқыныштығы емес, бұл сіздің ойларыңыздың қорқыныштығы. Мұндай ойлар өте ауыр. Олар бар жақсылықты тоқтатады. Өзіңіздің уақытыңызды шектеулер, нашар қарым-қатынастар, аурулар, кедейлік және басқа да қиындықтарды жасауға жұмсамаңыз. Неғұрлым көп проблемалар туралы ойласаңыз, соғұрлым соларға байлана түсесіз. Өміріңіздегі мәселелер үшін басқаларды кінәламаңыз. Бұл текке кеткен күш. Біз барлығымыз өз санамыздың әсерінде өмір сүреміз. Біздің ойларымызға сәйкес тәжірибелер өзімізге тартылады. Ойлау тәсіліңізді өзгертсеңіз, өміріңіз де өзгереді. Сіз адамдардың, орындардың, жағдайлардың қалай өзгеретініне таң қалып қуанатын боласыз. Сіз біреуді кінәлаған кезде аффирмация айтасыз. Бұған уақытыңызды босқа жұмсамаңыз. Керісінше, өзіңіздің негативті аффирмацияларыңызды позитивтіге айналдыруды үйренуіңіз керек. Мысалы, мен өз денемді жек көремін деудің орнына, мен денемді жақсы көремін және бағалаймын. Маған әрдайым ақша жетпейді деудің орнына, ақша менің өміріме мол мөлшерде келеді. Мен ауырғаннан шаршадым деудің орнына, менің денем сауығуға рұқсат алады. Мені ешкім жақсы көрмейді деудің орнына, мен махаббат тартамын. Ол менің өмірімді толтырады. Мен өте толықпын деудің орнына, мен денемді бағалаймын және оған қамқорлық жасаймын. Менің қолымнан ештеңе келмейді деудің орнына, мен өзімнен жаңа таланттарды ашып жатырмын. Мен жұмысымды жек көремін деудің орнына, мен үшін жаңа мүмкіндіктер есігі әрдайым ашық. Мен бұған лайық емеспін деудің орнына, мен өзгеріс жолындамын және жақсылыққа лайықпын деу керек. Бірақ бұл өз ойларыңыздан қорқу керек деген сөз емес. Бастапқыда өзіңізді бақылауға алғанда, сізге қаншама теріс ойлардың болғанына таң қалуыңыз мүмкін. Сол сәтте өзіңізді ұстап алсаңыз, жай ғана айтыңыз: бұл ескі ой, мен бұлай ойлағым келмейді, және бірден оның орнына келетін жағымды ойды таңдаңыз. Жақсы сезіну мүмкіндігінше жиі орын алу керек. Ашу, агрессия, кек, кінә секілді ойлар бақытсыздыққа келеді. Сол әдеттен арылу басты мақсат. Осы сөздерме бірнеше рет қайта оралыңыз. Толық түсініп, өзіңізге маңызды тұстарды белгілеңіз. Аффирмацияларды күнделікті қолданыңыз және есте сақтаңыз. Сіз өзіңіздің жеке аффирмацияларыңызды жасай аласыз. Қазірден бастап айта алатын алғашқы аффирмациялар: мен мұны істей аламын. Мен өзімді жақсы сезіне аламын. Мен өмірімді жақсарта аламын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға жазылып, пікіріңізді қалдырыңыз.